Армысыздар боксер қауым. Астана арландары жабылды деген жаңалық барша жанкүйерлердің төбесін жай түскендей әсер еткені рас. Мәселен, мән-жайын білу үшін клубтың бас директоры Бақтияр Артаевпен сұхбаттасуды жөн көрдік. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз жалпы не болды? Жабылған рас па команданы? Команданы қазір таңда іште қызметкерлердің бәрін таратып жатырмыз, ол рас енді. Бірақ клубты жауып атқан ешкім жоқ. Өйткені 32 жолдама беріледі Олимпиадаға осы WBA версиясы бойынша. Сондықтан 32 жолдама беріліп тұрған компанияны қалай жабасың? Осы жерге ат салысып, оны ары шындап, жұмысын жандандырып, 32 жолдаманың жоқ деген бір үш-төрттен үш жерін алуға мүмкіндік бар ғой. Сондықтан мен ойлаймын, біз жұмыс істейтін шығармыз. Бұл келеңсіз бір жай болып тұрған сияқты, өйткені біздің АИВА мен Қазақстан бокс федерациясы арасында түсініспеушілік бар ғой. Тек қана осы жерде ғана сұрақ туындап отыр, ал былайша айтқанда басқа жерде мен проблема деп айтатындай бір сондай нәрсе, келеңсіз нәрсе көріп тұрған жоқпын. Сондықтан мен ойлаймын, келесі жылы жұмыс істейтін шығармыз. Бұл шамалы уақытқа ғана біз жұмысымызды тоқтатпасымыз десе болады. Бүгінгі бағдарламаның демеушісі Аврора компаниясы акмасеп сауда белгісімен. Енді мен дұрыс түсінбесем, өзіңіз бір дұрыстап жіберерсіз. Мен түсінгенім ойынша Астана арландары уақытша жабылды, бірақ келесі маусымда қайтадан WBS дүниежүзілік бокс сериясына қатысады, иә? Егер де АИВА жабылып қалмаса, бокс олимпиаданы алып тастамаса, ары қарай жұмыс істеуіміз әбден мүмкін. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз, АИВА-дағы соңғы даулар Қазақстанға, оның ішінде Астана арландарына қаншалықты әсер етіп жатыр? Жалпы Қазақстанға АИВА қатты әсерін тигізіп жатыр, өйткені қай кезде болмаса да көршілерімізбен біз бақталастықтың арқасында қазір әлемде өз бокс бар ма екенін түсінбей қалдық қой, өйткені өзбек пен қазақтың арасында бәсекелестіктің арасында біз өте жоғарыға кетіп қалдық, өзбек пен қазақ мықты болып кеттік. Соның арқасында қазір басқа елдің боксшыларымен қатты санаса да қоймаймыз. Кейбір кезде кубалықтармен де санасып қойып жатырмыз қазір. Бірақ енді екі елдің біреуінен АИВА-да төраға болса, біреуінде сонда әділдік көп болады деп ойлаймын, әсіресе өзбектер тарапынан. Егер қазақтар болса, біз қазақтар жайлымыз ғой, ешқашан қатыгездікке бара бермейміз. Біреуін ала жүзін аттамаймыз. Иә, сондықтан олардың адамдары басшылыққа келгені біз үшін өте үлкен проблема десе де болады. Енді бұған соңғы әлем чемпионаты да, соңғы Азия чемпионаты да бұған дәлел. Және де Олимпиада келе жатыр, сондықтан да бұл мәселені қазір шешу керек. Не ол кісі кету керек, мен жеке өзім пікірім, не ол кісі кету керек, немесе ортақ кісіні қою керек осы АИВА-ға. Болмаса АИВА-ны жауып басқа организация ашу керек. Әрине оның бәрі сөзбен айту оңай, бірақ іспен қиындау, бірақ дегенмен де басқа амал жоқ. Боксты Олимпиадаға іріктеу турнирін қай ұйымға берген дұрыс дейсіз? Маған мысалса МОК-қа беру керек, халықаралық Олимпиада комитетіне беру керек, өйткені ол жақта ортақ көзқарастан қарайтын адамдар, ол жерде біреуге қарай біреуге қолдап, біреуді көмектеседі деп ойламаймын, өйткені қай кезде болмаса да еуропалықтар көзқарастары түзу ғой кішкене. Дегенмен соңғы кездері кәсіпқой бокстағы ұйымдарда дүниежүзілік бокс кеңесі WBC, дүниежүзілік бокс қауымдастығы WBA, осыларды таласып жатыр, осы Олимпиадаға іріктеу турнирлерін біз өткізіп берейік деп. Бұған сіз көзқарасыңыз? Ой білдірген жақсы, бірақ ол айтып өздерін ми ашып жатқан, өздері жұмыс істеп жатқан мекемелерге салмай, меніңше жаңа ұйым ашу керек, ашқан дұрыс болатын шығар. Оның үстіне жаңадан кадрлер жинап, спорттан хабары бар, оның ішінде бокстан хабары бар азаматтарды жинап, соның ішінде дұрыс бағытта жұмыс істеу керек шығар. Өйткені осы уақытқа жұмыс істеп жатқан ұйымдардың бәрі уже тозды, көзқарастары ескі, және де біркелкі, енді қорықпаймын, енді ашығын айта берейік, бір қалтаға жұмыс істегенді жақсы көретін ұйымдар деп айтсам да болады. Сондықтан бұлардың бәрі менің ойымша, егерде маған мүмкіндік берсе, мен жауап істеймін, жеке өз ойым. Енді әрине ол кісілердің айтуы мүмкін, мысалы бұл бала не деп отыр деп. Ал бірақ сол баланың ойы осындай. Екі ортада таласып жүрген кезде ортада жүрген қой өледі ма? Қандай бір сөз бар ғой, қазақта жақсы сөз бар. Сондықтан өз жақтан қазақ пен өзбекті таласып жатқан кезде, ертең күні боксымыз Олимпиаданы алып тастасақ, қызықтың көкесі сөзге болады. Сондықтан мен ойлаймын, әлі кеш емес, екі орта келісіп, ортақ сырттан адамды қою керек АИВА-ға, егер де АИВА-ны жұмыс еткісі келетін болса. Егер де шеше алмайтын болса, расына жабу керек АИВА-ны. Шыны керек, бұндай бір ашық пікір білдіріп, бұндай бір өзінің көзқарасын айтып отырған енді алғашқы адамдардың бірі өзіңізсіз. Енді бұған көбісін дәтті жете бермейді ғой, бұндай батыл шешім, батыл пікір айтуға. Қорқа берсең, жүре бересің ғой. Істейтін нәрсені қазір істеу керек. Өйткені біз ертеңге өмірден өтіп кеткеннен кейін өкініп жүргенше, қазір қолда бар кезде, мүмкіндік бар кезде айтатын нәрсені айтып, қозғайтын нәрсені қозғап, істейтін нәрсені істеп болу керек. Өйткені ертең кеш болады. Ал қазір таңда Олимпиаданың қарсаңында бұндай жағдайлар бізге керек емес. Ертең бокс алып тастаса, мен спорттағы заманым өтіп кетті, бірақ мен артындағы інілерім үшін расына жүрегім ауырады. Ал егер біз қорқақтап айтатын сөзді айтпай, айтатын жерде сөйлейтін жерде сөйлемей отыратын болса, ондай болса бізге бештен бұл спортта жүргенімізден пайдамыз жоқ. АИВА-дағы даулар Астана арландарына қаншалықты әсер етіп жатыр бұл? Финалдың өзін айтайықшы, төрешілер жағынан.
Қандай қысымдар болды ма? Әрине қысымшылық болды. Менің ниетім тұңғыш рет тарихта Астаналанды қатарынан 2 жыл болмаса қатарынан 3 жыл чемпион қылу етін, бірақ өкінішке орай қолда тұрған жеңістер кетіп қалды. Мысалы, мен ашығын айтамын, Масанбек Шынбергеновтің жекпе-жегі кетіп қалды. Жеңмұрат Междетовтің жекпе-жегі кетіп қалды. Онда осындай жекпе-жектерді мысалы бергенде 5-5 болғанда, мен есебім бойынша 5-5 болу керек. 5-5 болғанда біз 64-те Ибрагимді ұстап отқанбыз, Бекдәулетті. Ал бізде бірінші нөмір запаста тұрғаннан кейін, оларда мен қателеспесем 3-ші нөмір ма, 4-ші нөмір тұрған жаңағы запаста. Біздің Бекдәулет ол жерде 100%-ға жеңетін мен сенім болып отқанмын. 5-5-ке алып келсек, біз жоқ деген 5-5-ке алып келсек, біз жеңеміз деп отқанмын. Енді өкінішке орай төрешілер менімен келіскісі келген жоқ, АИВА-да менімен келіскісі келген жоқ, және олардың өздерінің ойларын істеді. Және де рингке шығатын кезде төрешілерді ауыстырып жіберді. Мүлдем басқа төрешілерді мен өзім таңғалып қалдым расында. Сол кезде шет жағы көрінді біздің ұтылатынымыздың. Қазақстан және Куба жүргенде қаншалық АИВА-ның не қатысы бар, Өзбек ағамыздың не қатысы бар? Қазақстан бүкіл әлемнен озып 4-ші рет әлем чемпион болса, қазақтар кішкене көкірегін керіп айтады ғой, біз 4 рет қатарынан 2 жыл алған жағдайларымыз бар деп. Осындай әңгіме болмас деп алдын алған шығар деп мен ойлаймын. Мен жеке өзім ойым. Енді Астана арландары 3-4 күн чемпион, 2 рет финалға жетіп сүрінген, 3 рет қол алынған. Жалпы биыл 2-ші орын көңіліңізден шықты ма? Тәуба, қанағат Алла. Бұған жеткендер де бар, жетпейтіндер де бар. Әрине, бірақ енді біз әр нәрсені жоғары қойып тастағаннан кейін төмен қарай қарағым келмейді кейбір кезде. Мысалы, кейбір кезде алтын алып үйреніп қалғаннан кейін, мысалы арасында күміс қол алған өзі бізге бір үйреншікті нәрсе. Шыны керек, мысалы өзіміз боксқа жүрген кезде Олимпиада чемпион болып келдік та, Азия біріншілігінен, әлем біріншілігінен күміс қол алып келіп жатқан кезде күтіп те алған жоқ адамдар мысалы. Содан ақ білесің алтынның қадірін. Алтын мен күмістің айырмашылығы жер мен көк. Бас кезінде бұл сондай бір үлкен бір жоба болып саналды. Осы бүкіл мықтылар қатысты, Италия қатысты, Франция қатысты, әлде қатысып жатыр сол кейбір мемлекеттер. Дегенмен олар енді бір жыл қатысып, келесі жыл қатыспай қалып, енді бір өздері көз жеткізгеннен кейін бұл жобаның сондай бір бастапқы айтқандай бір сондай бір мықты емес екенін көргеннен кейін олар шет шығып жатты. Бұл жерге жаңадан көзқарас керек, елдің бәрін қызықтыру керек. Бұл жерде маркетинг, менеджмент ауыстыру шығар. Одан кейін көзқарасты өзгерту керек. Өйткені расында мысалы көп елдер біледі да өздерін бұл жерде бұл жобада франшиза төлеп мысалы 500 мың төлеп кіретін болса, ал екінші жекпе-жекті ұтып қалатынын біледі. Бұл жерде көп инвестор, орыстар, қазақтар, өзбектер тұрғанда оларға мынаны жоқ екенін біледі. Сондықтан бұл жерде кішкене қызықтыру керек еді да, мысалы әртүрлі ойлар жасау керек еді да, мысалы группаларға бөлу керек еді да, мысалы бір жылы мысалы мықтылардың бәрін бір жаққа қойып, әлсіздерге мүмкіндік беру керек та финалға жеткенге. Сөйтіп қызықтыру керек. Оның франшизасын азайту керек. Жақсы креативный идеялар қосқанда мүмкін олар қатысатын еді. Ал мысалы қытайларын білет, бірінші группта ұтып қалатын. Оларға керек емес. 500 мың төлеп және бірінші группта ұтып қалу не керегі бар? Жаңа маркетинг туралы айтып қалдыңыз ғой, енді франшиза жайлы айтып қалдыңыз. 500 мың бәс тігесің, бірақ егер жеңімпаз болып жатсаң, 500 мың ұтып аласың. Бұл айтқанда саған ешқандай бір келіп кетер ешқандай не жоқ, бір табыс жоқ. Маркетинг жағынан дәл солай, иә. Астана арландары осы уақытқа дейін табыс тапты ма осы? Бұл енді бұл маркетинг болған табыс табу үшін арналған жоба ғой. Осы жобадан бір қаншалық табыс тапты Астана арландары? Имиджден басқа. Енді шын айтсам бұл жер табыс табудан қарағанда шығыны көп. Шын мәнісіне келгенде енді оны барды бар деп айту керек, жасыратын ештеңе жоқ. Мысалы, әр іс-шара өткен кезде бәленбай қаражат кетеді. Мысалы, 1000 билет жасайтын болсаң, жоқ дегені бір 30-20-40 мыңдай кетеді. Ақшамен 50 мыңдай кететін жағдай болады. Тегін таратылады. Иә, былайша айтқанда ол тегін таратылады. Кейбір кезде мысалы сатасың, бірақ осыны сатқан ақша көп адам сатып алуға бергісі келмейді. Өйткені біздің менталитет оған әлі келегі болған жоқ, өйткені көбісі тегін кіргісі келеді. Сондықтан былайша айтқанда шығыны көп пайдасына қарағанда. Ал енді имидж жағынан әрине өте елімізді танымал қылып жатыр. Боксшыларымыз аты шығарып жатыр. Есесіне Астана арландары өзіңіз айтпақшы талай мықты боксшылар шығарды. Беріп, Нұрсұлтанов, Надир Ашкеев, қазір кәсіпқой бокстан мықты. Қанаттан бастасақ болады. Қанаттан бастайық, иә? Қанаттан бастайық. Бақытияр Артаев, Қанат Ислам, Василий Левит мысалы. Беріп, Мадияр, Асхат. Екінші жағынан мен бұның ең пайдалы жағы, мысалы, балаларға жол ашады. Екінші жағынан бұл жерде балалар аз көп болса да, мысалы, 3-ші, 4-ші, 5-ші нөмірлерге мүмкіндік береді, ақша тапқанға, жолын ашады. Одан кейін кішігірім болса да бір стабильность деп айтамын, тұрақтылық болады. Мысалы, балада жалақы болады, баланың киім-кешегі болады, баланың дәрі-дәрмегі бүтін болады. Ал енді үкіметке салса шығыны бар жоба. Бірақ енді дегенмен де велосипедпен салыстыратын болсақ, мысалы, бір қазақтың баласы жоқ, мысалы, футболмен салыстыратын болсақ, бір қазақтың баласы жоқ. Қаншама шығындар бар, одан Европадан асамай жатырмыз. Біз білмейтін іс-шараларға қатысып жатырмыз. Болмайтын бір велосипедші, мысалы қазір маған мені сұраса, қанша велосипедші бар десе, мен біреуін білмеймін. Шын мәнісінде. Ол велосипедші не ұтты десе, тағы да білмеймін. Ал футболшыларды айт десе, тағы да білмеймін. Ал мына жерде нағыз қазақтың балалары ауылдан шығып жатыр. Олар жағдай жасап жатыр, өсіп жатыр, өніп жатыр, болашағынан жол ашылып жатыр. Ең бастысы бұл спортқа кім келеді? Спортқа бай отбасынан шыққан балалар емес, қарапайым отбасынан шыққан балалар келеді. Осы арқылы өзін елге алып шығу, ары қарай өзінің өмірін сүріп кету үшін. Сондықтан бұл бізге керек. Үнемі қазір қозғап жатырмыз ғой, футбол, баскетболды бұлардың бәрін тек қана әуесқой ретінде қалдыру керек, мектептерде секция қылып ашу керек.
Енді алдағы уақытта былай болжамай ақ қойық. Дегенмен, егер Астана арландары келесі маусымда дүниежүзілік бокс сериясына қатыспайтын болса, клубтың бір құрылымы немесе бір бағыты өзгере ме? Ол кезде клубтың жабылуына қарай кететін шығар жұмыс. Өйткені оны жай ғана ауаға алып тастап тұруға болмайды. Сондықтан не жабу керек, не ашу керек. Менен өзім сондай адам, не бар, не жоқ болу керек. Сондықтан егерде қазір расында Астана арландарының жұмысы келесі жылы болмайтын болса, маған мысалы жауып тастау керек. Клубты сақтап қалу үшін қазір қандай шаралар атқарылып жатыр? Клуб сақтап қалу үшін ешқандай шаралар атқарылып жатқан жоқ. Тек қана өзара келісімсөздер болып жатыр. Мысалы, енді ол АИВА мен басқа өкілетті органдармен сондықтан өзара шешкенген, біз әрине басшылардың арасына түсіп араласпаймыз. Бірақ егер сұраса, өз жеке ойымызды айтуға дайынбыз. Алдағы уақытта АИВА-ның өзі Астана арландарынан сұрауы мүмкін дейді, Қазақстаннан сұрауы мүмкін, келіп бізге қатысыңыздаршы деп өтінуі мүмкін дейді. Бәрі мүмкін. Қазір бір нәрсе болса таңғалатын ештеңе жоқ. Сондықтан бұл өмірде бәрі мүмкін. Сондықтан АИВА ертең сұраныс жасап жатса, мен ойлаймын, егер Астана арлансыз дабыл үзбей қызық емес шығар. Иә, қызық емес қана. Жүрегі кетіп қандай болады, сондықтан сұранатын шығар. Былай айтқанда енді сіздің қаншалықты түсінбейтініңізді білейін. Чемпиондар лигасына Реал мен Барселона немесе Манчестерден қатыспай қойған сияқты болады ғой бұл. Әрине, тамаша салыстыру. Рахмет. Ендеше Бәке, сұхбатыңызға рахмет. Осындай бір ашық пікір білдірген алғашқылардың бірі өзіңізсіз және Астана арландарынан келесі маусымда да осылай жаңғырып, қайта бұдан ары дамып, дүниежүзілік бокс сериясының 4 дүркін чемпионы атануын тілектеспіз. Айтқаныңыз келсін. Рахмет.